Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, бүгін біз ет пен картоптан дәмі тіл үйіретін ерекше тағам жасаймыз. Неге бізге бірнеше картоп, ұн және ет болса болғаны. Мен сүрленген ет қолданамын. Осылай қазанымызға майымызды құйып қыздырып аламыз. Одан кейін картоптарымызды осылай екі бөлікке бөліп аламыз. Одан кейін еттерімізді де үлкендеу бөлшектерге бөлеміз. Мен сүрленген ет қосамын, бірақ та қызыл свежий еттен қосатын болсаңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Неге картопымызды осылай әр шетінен 5 минуттан қуырып аламыз. Картопым да қызыл болып керемет қуырылды. Енді осылай арнайы басқа табақшаға салып аламыз. Одан кейін етімізді қуырып аламыз. Етіміз қызғаннан кейін үстіне жуамыз турап саламыз және бір қасық тұз, бір қасық бұрышымыз саламыз. Одан кейін дәмдеуіштер сепсеңіздер болады. Осылай 5-10 минуттай араластырамыз. Одан кейін үстіне мана қуырған картопымызды саламыз. Картопымыз дайын болады дегенше ұнымызды жасаймыз. Бір ас қасықтай сұйық майымыздан құямыз, жылы су және бір қасық тұз саламыз. Менің қамырым дайын болды. Енді жаятын боламыз. Достар, қамырым орташа қалыңдықта керемет болып тұр. Енді жаямыз. Достар, қамырымызды жұп-жұқа қылып жаямыз. Одан кейін осылай ұзыннан бірнеше бөліктерге кесеміз. Одан кейін үйде көк жуа болса, соларды бірнеше бөлікке турап, осылай үстіне себеміз. Мен укропты да турап салып жіберемін. Одан кейін осылай әрқайсысын илейміз.
мінекей осындай керемет болып шықты. Енді тамағымызға салып 40 минуттай пісіреміз. Мінекей достар, өте керемет болып шықты. Арнама тіркеліп лайк басуларыңызды сұраймын.